Дәл қазіргі Қазақстан билігі ол арқасын орысқа тіреп отыр. Орыстың әскери құлы, орыстың базалары тұр Қазақстанда. Экономикалық жақтан Қытайдың құлы. Қытайға триллиондап қарыз. Біздің қазақтар 300 жыл, мүмкін 1000 жыл ұрпағымыз Қытайға төлесек қарызын қайтарып бола алмаймыз. Сондай ақшаны алып Назарбаев және оның ұлдары, қыздары, күйеу балалары шетелге тығып болды. Біздің ұрпағымыз, шөбереміздің шөбересі Қытайға қайтара алмайтын қарызға тығып болды бізді. Құпия келісім шарт ешкім жариялаған жоқ әлі күнге дейін. Біздің қазағымызды және біздің болашақ ұрпағымызды, шөберемізді және шөбереміздің шөбересіне дейін құтқаратын жалғыз жол мынау Назарбаевтық, Тоқаевтық кландарды тас-талқан қылып құрту. Бүкіл ақшаны қайтару, бүкіл Қытаймен болған теңсіз келісім шарттарды бұзу, халықаралық сотқа ашып отырып қайтаратын қарызды қайтару, Назарбаевтың ақшасын қайтармайтын ақшаны қайтармау, халықаралық сотпен. Арқамызды Еуропа мен Америкаға тіреп отырып, Еуропа мен Американың Қытайға қарсы саясатынан пайдаланып, Қазақстарды құтқарып қалу, болашақ ұрпағымызды құтқару. Сен өзіңді ғана құтқармайсың, сен өзіңнің немереңнің немересінің немересіне дейін құтқарып кетесің. Міне қазақты мәңгілік құлданатын орыстың құлы, Қытайдың итаршысы Тоқаев енді қайтадан президенттік сайлау өткізеді екен. Мерзімнен бұрын. Қайтадан 5 жылдықты 7 жылға ауыстырады екен. Атаңа нәлет Назарбаевтан не айырмасы қалды бұл Тоқаевтың? Ал енді Тоқаевқа үміт берейік, Тоқаев қазақты құтқарып қалды дегендер. Енді бұрын надандықпен, аңқаулықпен сенген болсаң, енді көзіңді ашық қазақ. Біз Атажұрт партиясын құрдық. Біз арқамызды Еуропа мен Америкаға тіреп отырып, Еуропа мен Американың көмегімен Қазақстанда демократия орнататын партиямыз. Біздің партиямызға миллиондап мүше боласыздар. Біздің партиямызға қосыласыздар, видео үндеу тастайсыздар. Біздің YouTube каналдың астында телефондарымыз тұр. Соған хабарласасыздар. Біздің осы видеомыздың астында Телеграмның боттары тұр. Соған кіріп Телеграм программаңыз арқылы қосыласыздар. Біздің Алматыдағы офисімізға келіп партияға өтініш бересіздер, видеомен және жазбамен. Және жуырда біздің Атажұрт партиясының өкілдері бүкіл республиканы қыдырып шығады, айналып шығады. Сол кезде кездесіп ресми бересіздер. Біздің партиямыздың мүшелерін миллионнан асырып, миллионнан астам мүше жинаған бұндай партия неге парламентте отырмайды, неге бұндай партияның көзқарасы қабыл етілмейді деп Еуропа мен Американың қысымы арқылы Тоқаевты тақтан тайдырамыз. Егер бұлар Еуропа мен Америка көнбесе, бүкіл ақшаларын мұздатамыз. Сөйтіп, Атажұрт партиясының Еуропа Америкамен одақтастығы арқылы Қазақстанда мәжбүрлі түрде саяси өзгеріс жасаймыз. Оған сіз тарапынан көшеге шық демейміз, қолыңа қару алып қыр демейміз, бір жерді жар демейміз. Кембінің қорлығынан, бопсасынан ықпай, қорықпай, көз алдыңдағы 5 теңгелік мүддеге алданбай, сатылмай, мен Атажұрт партиясына мүше боламын деп ашық көзқарасыңды білдіресің. Атажұрт партиясына мүше боламын дегенің үшін сені соттай алмайды. Себебі Атажұртты экстремистік ұйым деп жариялай алмайды. Қаншама ұйымдарды экстремистік ұйым деп жариялады, Атажұртты жариялай алмайды. Себебі Атажұрт саяси партия болып қалыптасудан ілгері Шыңжаңдағы, Шығыс Түркістандағы қазақтардың концлагерінде геноцид әлемге әшкерелеп, батыстың алдында абырой жинады. Біз Еуропа мен Американың алдында бетіміз жарық, мәртебеміз үстем болғандықтан Қазақстан билігі бізді экстремистік ұйым дей алмай отыр. Біздің қолымыздағы қару, біз Еуропа мен Американың алдында Қытай геноцидіне қарсы тұрып жинаған бетіміз бен беделіміз. Ал осы бетіміз бен беделіміздің арқасында Қазақстан билігі мені тұтқындап, соттады, бірақ түрмеге тығалған жоқ. Міне біздің осы халықаралық бет-беделіміздің арқасында Атажұрттың бірде-бір мүшесін соттай алмай отыр. Әрине, біз партия құрамыз дегенде билік бізге кедергі жасайды.
Олардың бізді тіркемей қойғаны, кедергі жасаған керек емес. Бізге миллион мүшенің бізге ресми түрде кіреміз деп видео үндеу тастаған сол миллион қазақтың видеосын алып, Еуропа мен Америкада дәлелдеп, миллион мүшесі бар партия неге тіркелмейді деп тіркетеміз. Еуропа мен Американың тізесіне салып тұрып, қыспағымен тіркетеміз. Миллион мүше мен Тоқаевқа қарсымын деп үндеу тастап, мынандай адам қарсы тұрса Тоқаев қалай өтеді дейміз. Сөйтіп Қазақстанда мәжбүрлі түрде саяси өзгеріс алып келеміз. Сондықтан біздің партиямызға кіріңіздер, біздің партиямызға қосылыңыздар. Бізді, міне алдыңызда отырған мені соттай алмады. Назарбаев қылышынан қан тамып тұрған сәттің өзінде, Назарбаевтың ақ деген алғыс, қара дегені қарғыс болып тұрған сәттің өзінде мені соттай алған жоқ. Неге? Назарбаевтың жаны болған ақша Еуропа мен Америкада тұр. Офшорлық есеп шоттарда тұр. Виргин аралдарындағы есеп шоттарда тұр. Бахама аралдарындағы офшорлық есеп шоттарда тұр. Назарбаев өзінің ұрлаған, жырлаған бүкіл ақшасын батысқа тығып отыр. Ол батыстан қорқады. Сондықтан біздің партияға мүше болыңыздар. Жақсы, аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Біздің партиямыз Қазақстанды демократияландырады. Біздің партиямыз сізді кедейліктен, жоқ-жітіктен, кіріптарлықтан құтқарады. Біздің партиямыз Қазақстанда нағыз, әділ, таза жүйе орнатады. Біздің партиямыз диктатураны жояды. Біздің партиямыз парламенттік республика құрады. Бір ұлттың тағдырын бір адамға сеніп тапсыратын бұндай сорақы патшалық жүйеден құтқарып, адамдар ақылдасып, халық өзі таңдаған қазақтың алтын азаматтары отырып, ақылдасып, дауысқа салып мәселе шешетін демократиялы парламенттік республика құрамыз. Және кез келген саяси жоғарғы лауазымды тұлға, премьер-министр де, президент те 4 жыл отыратын жүйе орнатамыз. Басы алтын, бір жері күміс болса да таққа жабысып қалам десе де, әр азаматқа тек бір-ақ рет саяси орай берілетін жүйе жасаймыз. Міне, сондықтан осы жұмыста кірісіңіздер. Мысалы, мені мейлі премьер-министр сайлаңыз, мейлі мені президент сайлаңыз. Мен, міне, жаратушының атымен ант сушем. Мен сол сіздер сайлаған қызметте 4 жыл отырам. 4 жыл отырғаннан кейін мен орнымды тастап кетуге тиістімін. Себебі 4 жылда мен істейтінімді істеп қалуым керек. Орнататынымды орнатып қалуым керек. Жасайтынымды жасап қалуым керек. 4 жылда кез келген адамның фантазиясы таусылады. Ал екіншісін, халық өзі таңдаған, өзі сайлаған, халық дұрыс көрген, энергиясы тасып тұрған, ниеті дұрыс, ілімі бар, білімі бар. Екінші бір азаматқа беру керекпіз. Ол өзінің бүкіл энергиясын, бүкіл фантазиясын алып керу керек. Сонда ғана біз Еуропа мен Америка сияқты дамимыз. Бір таққа отырып алған сұмырай жабысып қалатын Назарбаевтық, Тоқаевтық мына жүйеде ешқандай жақсылық болмайды. Сол баяғы ұры-қарылар отыр, сол баяғы суайттар отыр, сол баяғы қарақшылар отыр. Ал сол баяғы сорлы болып қара қазақ отырсын. Өзгеріс керек. Неге Америка мен Еуропаның бүкіл сайлауында change дейді, өзгеріс дейді? Себебі өмір өзгеріп жатыр, күн санап өзгеріп жатыр. Денеңде миллиондаған клетка түседі, миллиондаған клетка жасалады, миллиондаған қаның өледі, миллиондаған қан клеткаң жасалады. Неге өзгермеу керек? Бүкіл галактика өзгереді, ең кішке сенің бүкіл денеңдегі жасушаң өзгеріп отыр. Неге өзгермеу керек Қазақстан? Неге сол баяғы ұры-қары қарақшы министр депутат отыру керек? Неге сол суайттар телеарнада отыру керек? Неге қазақтың жастары, таланттылары билікте отырмауы керек? Өзгеріс керек. Біздің партиямыздың ұраны өзгеріс. Біздің партиямыздың ұраны демократия. Біздің партиямыздың ұраны әділдік. Біздің партиямыздың ұраны парламенттік республика. Біз билікті қолымызға алсақ, мына билікте отырған сұмырайлардың біреуі орнында отырмайды. Біз билікті алсақ, нақақ сотталған бүкіл қазақ азаттыққа шығады. Біз билікті алсақ, мына ұры-қары қарақшылардың біреуі жер бетінде жер басып жүре алмайды. Бізді қолдаңыздар, қазақтар.